Серке ойын алаң сыртына шығып кетті, ортада ойын жекпе-жектерде жалғасын табатын болады. Жиенқұлов Елдар Шабандоз және Асқаров Нұрлыбек Шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Жиенқұлов Елдар Шабандозды көтеріп алып, мына тақымына басты Сергені. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Бесінші нөмірді Жиенқұлов Елдар Шабандоз және Медетбек Балғынбек Бақонтай Шабандоз. Балғынбек Шабандоз Серкені тартып алған болатын. Әмзиев Наурыз Шабандоздың тақымында Серке. Ақбаев Жорабек Шабандоздың тақымында Серке. Ахметжан Орынбасар Шабандоздың тақымында Серке.
Ойынның екінші кезеңінің 7-ші минутында есепті Маңғыстаулық 4-ші нөмірдегі ойыншы Орынбасар Шабандоз есеп ашқан болатын. Есеп 5-1. Болатов Айбек Шабандоздың тақымында Серке. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жектерде жалғасын табатын болады. Ойынның 10-ші минуты өтуде. Есеп 5-1. Қызылорда облысы құрама командасының пайдасында келе жатқанын айтып өтеміз. Ортада жекпе-жек 5-ші нөмірді Жиенқұлов Елдар Шабандоз бен Медетбек Балғынбек Шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Балғынбек Шабандоз бен Жиенқұл Елдар Шабандоз мені тартысқан болатын. Елдар Шабандоздың тақымында Серке. Серке жерге түсіп қалды. Маңғыстаулық ойыншыларға әлі де мүмкіндік бар. Мәресінің басына апарып тұрып, бір көтеріп жерге мәреге қарай жеткізіп сүйрей апарып тастай салуына да мүмкіндік бар. Бұл әрине салым. Ол мүмкіндікті пайдаланған жаңылмасақ Жорабек Шабандоз болуы мүмкін. 4-ші нөмірдегі ойыншы Ахметжанов Орынбасар Шабандоз екен. Ойынның 12-ші минутында екінші кезеңнің есепті еселей түскен. Бүгінгі 2 салымды да салып отқан Ахметжанов Орынбасар Шабандоз. Есеп 5-2.
салым. Есеп 3-5. Қазіргі салымды 3-ке жеткізіп отқан 9-шы нөмірді Ибрагимов Ринат Шабандоз. Балғынбек Шабандоз бен Елдар Шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Жиенқұлов Елдар Шабандоз көтеріп тақымына басты серкені. Есеп 5-3. Қызылорда облысы құрама командасының пайдасында әзірше. Ойынның 16-шы минуты өтуде. Салым. 4-ші салымды командасына сыйлап атқан Жиенқұлов Елдар Шабандоз ойынның 16-шы минутында есепті еселегенді көрдіңіздер. Есеп 4-5. Маңғыстаулық ойыншылар қазір тағы да бір салым салатын болса, екі жақта салымы теңесетіндігін хабарлап отырамыз. Әрине екі командада терезесі тең командалар екенін көрсетіп отыр. Жиенқұлов Елдар Шабандоз бен Асқаров Нұрлыбек Шабандоздың арасындағы жекпе-жек болған болатын. Асқаров Нұрлыбек Шабандоз жеке дара барып тастады. Бұл салым. Ойынның 18-ші минутында есепті еселеп 6-ға жеткізіп отқан Асқаров Нұрлыбек Убитка Шабандоз.
Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жек. Ойынның аяқталуына соңғы минуттар қалды. Жиенқұлов Елдар Шабандоз бен Асқаров Нұрлыбек Шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Ойынның аяқталуына санаулы секундтар қалды. Елдар Шабандоздың тақымында Серке. Қызылорда облысы ойыншылары осы ойында жеңіске жетсе, Ислам ағасынан 200 мың теңге салым кеп түскен болатын. Серке мәренің басында түсіп қалды. Маңғыстаулық ойыншыларға да әлі де үлкен мүмкіндік. Санаулы секундтарда бір салым салып қалуына үлгеруге әлі де мүмкіндік бар болтығын. Бірақ дегенмен де бес, төрт, үш, екі, бір уақыт төреші. Қос қолды көтерген қызылордалық ойыншыларды көріп отырсыздар міне. Қос қолды көтеріп қуанып. Бүгінгі осы ойында жеңіске жеткен команда жартылай финалдық кездесуге жолдама алды. Бұл дегеніміз Қызылорда облысы құрама командасы жартылай финалдық кездесуге жолдама алғандығын хабарлап өтеміз, құрметті көрермендер.